Қайратқа қарсы қалай екен жалпы ойнаған негізі? Қандай эмоция болды сенде? Бұнда негізі Ордабасы фаворит болды, қателеспесем. Букмекерларда ма? Букмекерларда, иә. Ордабасы фаворит болды, бірақ не үшін екенін түсінбедік. Неге? Енді Қайрат, еш Қайрат қой. Енді команда жеңіске жеткеннен кейін тікелей бәсекелестік қой Қайраттың. Ордабасы қазір басты фавориттердің бірін айналып тұрды. 5 ұпай былай жасырын тұрған 5 ұпай, былай тұрған бір ойын кем өткізген Қайратқа қарағанда. Сондықтан Ордабасыны Қазақстан 2026 жылғы чемпионаттың бас фаворит деп айтуға болады. Фаворит болғанда біздің ниетіміз түзу, ниетіміз жаңа басында да айттық қой, чемпион болу керек. Ол сөзден секірмейміз. Енді чемпион боламыз ба, болмаймыз ба, оны енді бір жаратушы білер. Бірақ фаворитпіз деп енді оны халық жанкүйерлер айта жатар. Бірақ біз чемпион болу үшін барымыз саламыз. Әлі ерте, себебі әлі бірінші айналым біткен жоқ, әлі алда екінші айналым бар, көптеген қиын ойындар бар. Келесі ойынның өзі уже тоже бір фаворит қой Елімай. Елімаймен қонақта ойнаймыз, ол да ауыр ойын, сондықтан біз босаңсымаймыз. Нет времени расслабляться дейді ғой, сол үшін біз Елімайға да максималды настрой ұстауға тырысамыз. Енді халық қалай айтады, солай дұрыс болатын шығар. Біз енді өз басыммен айта алмаймын, біз басты фаворитпіз деп. Біз үшін басында да айтып өттік қой, бұл жаңа кезең, жаңа тарих. Сол үшін қолымыздан келгенін, ойымыздан шыққанын бәрін істеуге тырысамыз, алаңда да, алаңның сыртында да. Енді мен кеше бір ақпаратты естіп қалдым. Ордабасы футбол клубы норвегиялық шабуылшыны алайын деп жатыр дейді. Йонсон деген. Және осы жуырда бізде трансферлік терезе ашылайын деп жатыр ғой енді. Сол кезде қандай усиление болады? Это вот. Я енді жылдың басында да Шымкентте пресс-конференция бергенде айттық қой, біз енді өте қысқа уақытта келдік, өте қысқа уақыт қалды. Бірінші жаңа қыстық трансферлік терезеде. Жазға таман құрамды күшейтеміз деп. Йонсонмен енді қазір ешкімге құпия емес, келіссөздер жүріп жатыр. Бұйырса келіп қалуы мүмкін ол жігіт біздің шабуылды күшейту үшін. Негізі байқасаңыздар ойында енді біз сонымен не айтып жатыр едік дейсіз? Йонсон. Во-первых, просто айтқым келмейді ол әңгімелерді. Негізі барғанша бір білетінім, осы Ордабасы футбол клубында осы трансфермен айналысатын бір вице-президент бар екен, Жаслан Барманқұлов деген кісі. Қателеспесем. Сол кісі айналысады дейді ғой, иә? Бізде енді басында да айтып өттік қой, трансферға бәріміз араласамыз. Ол бейбіт те араласады, қазір айта алмайды ол не үшін, нені қалай айту керек екенін. Ең бастысы жаңағы Жаслан Барманқұлов бар, бірінші вице-президент. Маған қарағанда ойыншылар жақсы таниды деп айтсам да болады. Трансферді негізі жаңағы бас бапкер бар, спорттық директор бар, және Жаслан бар. Сол үш кісіден фильтрдан өтіп келіп бізге келеді. Негізі басты жаңағы трансферді бізді жауап беретін өзінше бір команда бар. Біз қазір оны да айта кетейік, ол жақты да официализировать жеке меншік қалай айтсам болады, компания ретінде ма. Негізі идея көп, футболистердің құқығын қорғайтын, легионерлердің құқығын қорғайтын, легионерлерге адаптация, акклиматизация бойынша көмектесетін, және де агентский компания. Соған ұқсас бір нәрсе ашақ деген ниеттеміз. Бірінші көрігі Жаслан Әмір болады. Иә, түсіп тұрмын. Мен сұрағым, тағы да бір трансферлер болады деп жатыр. Нормально. Арналардың бірінен мен кеше ғана оқыдым, Ислам Чесноков Ордабасыға келуі мүмкін деген ақпарат бар екен. Осы қызық ақпарат негізі. Мүмкін деп жатыр енді. Но он и в Тобол переходит. Қайратқа да бара жатыр екен. Ақтөбеге де ауысады деген сияқты жазылып жатыр еді көп. Оны енді уақыты келгенде қазір алдыға жүгірмей қояйық, уақыты келгенде жанкүйерлеріміз біліп жатыр. Қаласының әкімдігі Ордабасы футбол клубын саудаға шығарды. Иә. Ол 200 бірдеңке миллион деп жазылды ғой. Негізі, иә, бізде ННН сейчас купит. Бізде именно командада жаңағы Шымкент қаласының әкімдігімен тығыз байланысты жұмыс жасайтын өзіміздің, қалай айтсам болады, мамандар бар. Енді олар бойынша енді ол тендерға шығарылып жатыр. Енді официально дейді ғой, ресми түрде бүкіл процедураларды өтіп барып, біз өзімізге жеке меншікке шығарамыз. Әрине енді ол жерде жаңа біраз Инстаграмда, әлеуметтік желілерде біраз информация жүр ғой, мен сатып алам, блогерлар мен сатып аламыз деп жатыр. Енді сатып алған кезде бізде өзіміздің уже меморандум бар, әкімшілікпен меморандум бар, келісілген шарттамалар бар. Біз управленияға келгеннен бастап қандай шығын болды, соны возмещать ету керек дегендей. Сондықтан мен ойлаймын, оны осы жақын арада бұйырса біз өзіміз жеке меншікке шығарып аламыз. Әкімшілікпен толық қандай керемет қарым-қатынастамыз, ешқандай түсініспеушілік ештеңке жоқ. Жай ғана жаңағы ресми түрдегі
әкімшіліктің процедураларын күтіп отырмыз. Жалпы жеке меншікке өту бұл бір күнде болатын нәрсе емес, ұзақ процесс, иә? Бір күнде болатын нәрсе емес, өте ұзақ процесс. Не нақты осы жерде енді нүктесі қойылды деп айтсақ болады, бұл алып қашпа әңгімелердің. Енді тағы да бір әңгіме бар сізге байланысты, оны да сұрамасақ болмайды. Сізде енді кейбір блогерлер, журналистер Қазақстан футбол федерациясының президенті етіп тағайындап қойды. Енді Баршаға түсінікті болсын. мен ешқайда талпынып жатқан жоқпын. Қазіргі таңда футболды енді көп ойнамасақ та ойнадық, бала кезде ойнадық. Кейін Америка құрама штаттарында студенттік командада ойнадық өзіміздің университеттің. Енді футболды енді жақсы көреміз. Бос уақыттың бәрі футболмен өтеді деп айтсақ та болады, жұмыстан бос кезде. И қазір как будто бір формула счастья дейді ғой, орысша айтқан кезде. Сондай бір нәрсе бар сияқты. Мынау Шымкент өзімізге, мен бұрыннан айтатынмын, Шымкентті жақсы көремін деп, алматылық болсам да Шымкентте өте көптеген достарым бар, өте көптеген серіктестерім бар. Қала әкімімен де керемет қарым-қатынастамыз. Енді қазір федерация басшылық бар ғой. Ол енді жаңағы кісілерді айтып жатсыздар ғой. Әрине мен үшін өте мәртебе, ондай кісілер қазақ футболында енді бұрыннан бері сол Қазақстанда футбол пайда болғалы бері сол кісілер жүр ғой, жетекшілік етіп, Астананы Европаға шығарып жатыр. Әрине ондай кісілерден айтқан мен үшін мәртебе, бірақ қазір мен Ордабасыдамын, ешқандай ресми түрде ешқандай мәлімдеме жоқ. Қазақстан ұлттық құрама командасы, Талғат Мароұлы, Байсуфинов бастаған жігіттер, дәл сол Шымкентте оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатқаны қызық екен, Бірінші рет екен ғой, тарихта? Иә, бірінші рет. Неге? Сіздерге сұрақ дейсіз. Білмеймін, енді сол Шымкенттің жігіттері өте көп, оңтүстіктің футболшылары қазір құрамада өте көп футболшыларға енді жасыл алаң сапалы болып тұр ғой, соған қарағанда. Әрине, енді біз айтпай-ақ қояйын, біз келген кезде жасыл алаңның жағдайы өте нашар болды. Нашарлау болды. Біз жаңағы Алматылық стадионда, жаңағы Түркістандағы стадионды қарайтын кісілерге шығып, осы соңғы 1-2 аптада қарасаңыздар, қазір дронмен шығардық қой, именно сол стадионды көрсететіндей. Сол картинка қарасаңыздар, біздің жаңағы газонның качествосы, сапасы идеал деп айта алмаймын, себебі 1-2 жерде бар, дренажный системасын ауыстыру керек. Біз қазір бұйырса мынау ұлттық құрама кеткеннен кейін, ол жерде жаңағы жөндеу жұмыстары басталады. 2 жерде дренажный системаны ауыстырсақ, идеальный болады, бұйырса. Ол да бар шығар. Негізі Шымкентте енді бейбіт айтпақшы Қайрат пен Ордабасы ойнады. Ойыншылар сол жерде болды. Ары-бері самолетпен ұшып, акклиматизация проблемасы болмасын деп бас бапкер солай шешкен шығар деп ойлаймыз. Енді Шымкент, Түркістан бар, Қызылорда бар, Алматы бар. Ауа райы қазіргі таңда өте керемет қой, 12 ай футбол университеті болады. Деген мәселе. Тамаша, керемет. Сондай пікірлердің ішінде бір енді көп таралған пікірлердің бірі қазақ футболы енді дамымай жатыр деген әңгіме ғой. 30 жылдан бері келе жатқан әңгіме. Ұлттық құрамамыздың ешқандай көрсеткіші жоқ, жетістігі жоқ. Сіздер келгеннен кейін 4 айдың ішінде бір формуласын білетін кісілер келді, 4 айдың ішінде дәлелдеп тастады футболды қалай дамытуға болады екен. Енді ол пікірлерге үлкен рахмет, бірақ олай емес, біз формуланы білмейміз. Жалпы қазақ футболын осылай дамыту жоспарда жоқ па деген ғой. Ордабасына ғана емес. Біз бірінші күннен бастап айтамыз. Біз өзіміз жанкүйер болғаннан кейін, біз алаңда ол бас бапкер мен ойыншылардың несі ғой, ответственности. Біз оларға енді барша қалай не қолдан келеді, солай көмектесуге тырысамын. Ордабасы сапындағы енді бір шама футболшының осы маусым айында келісім шарты аяқталады. Ол өткен жылдан бері белгілі нәрсе. Оның ішінде 3 легионер бар деген секілді, қазақстандық бір ойыншы болу керек. Және солардың біраз енді ол сіздер Йонсон деген секілді легионерлер алатын болсаңыздар, ол командада жалпы Қазақстанда 10 легионерге рұқсат қой. Олардың бірнешеуі демек командадан кететін шығар деген әңгіме бар да. Және бір сыбыс естіп қалдым, сіздердің бір шабуылшыларыңызды КПЛ-дің өзге клубы жалға алуы мүмкін деген ақпарат бар дейді. Иә, ондай ақпарат бар. Легионерлер лимиті 10 адам. Сол 10 адам қала берсе екен деген тілектеміз біз. Келесі жылы легионерлердің саны 9 болу керек негізі. Осы біз исполкомда қабылдаған шешім бойынша, және одан кейін 8-ге түсу керек. Осындай жалпы жоспар бар, бірақ енді ол өзгеру мүмкін негізі. Сондықтан сіз 10 легионер болып қала берген дұрыс деп отырсыз осында. Кейбір жанкүйерлер айтады, өзіміздің Қазақстан футболшылары. Менің ойым, жеке басымның ойы 10 легионер қала берген дұрыс деп ойлаймын. Трансляцияны қалай күшейтуге болады деп ойлайсың жалпы? Негізі трансляция түсіру деген қазір қиын болып кетті ғой. Мына 21-ші ғасырда 2026 жылы отырмыз қазір, трансляция түсіре алмаймыз. Мысалға кеше У него iPhone есть, брат. Жоқ, кеше финалда 43 камерамен түсірді. Финалды. Чемпиондар лигасын. Минимум 30 камерамен. Жоқ, мен естідім, комментаторлар айтып өтті, 43 камерамен түсірген екен. Мүмкін, иә. Біз ең жақсы трансляция бізде деп мақтанып айтамыз, оның өзі тек қана 13 камерамен түсіріледі. Сол үшін
енді 43, 13, 30 камера разница бар, әрине ол үшін біраз уақыт өтеді деп ойлаймын. Бірақ енді оны да жасауға болады екен. Жасап жатырмыз. 43, 13, 30 камера жоқ. 30 камера керек. Жоқ, финал болғаннан кейін 43 камерамен түсірген, негізгі жалпылама сол 25 камера ғой деймін. Нақтысын білмеймін. Не, видео в Чемпиондар Америке лигасы, снимали на ну, айфоны. Интер Майамидің ойын бірінші рет тек қана Да, айфондармен лучше бы у нас на айфоны, брат. На Самсунге пусть снимают. Интернет нашар ғой, интернет. Содан болып тұр. Starlink қосып велосипед шығарамыз. Міне Қайрат футбол клубы алматылық уже кіріс тауып отыр. 35 миллион евро тауыпты дейді биыл. Чемпиондар лигасында ойнаған үшін. Оңай ма? Ол біз үшін мотивация. Керемет жағдай. Ол біз жанкүйерлермен жұмыс жасап жатырық, ол жанкүйерлер де қолдайды. Біз мысалға қазірдің таңда бізде жаңағы Шымкентті сол үшін жақсы көреміз. Шымкенттің халқына жаңағы сол жердегі кәсіпкерлерге мыңда бір алғыс, сол үшін уже қолдап әртүрлі спонсорлық көмектермен бізде айтып тұрмын, контракттар, біраз шарттамалар бар. Жергілікті жаңағы Тұрсен Алагөзовті айтып жатыр, бейбіт. Біраз идеялар бар, әлі де жанкүйерлерді таңғалдырамыз деген сенімдеміз. Шымкентте Ордабасы клубының жанкүйерлеріне стадионның ішінде, стадионның сыртында, стадионға кіру бекеттерінде барлығына керемет жағдай жасаймыз деген үміттеміз. Енді ол стадион қалай жалпы салынып отыр ма екен? Стадион салынып жатыр, бұйырса 28 жылы бітеді. Негізі Ордабасы футбол клубының өзінің академиясы болады деген әңгіме болып еді. Академиясы болады ғой. Енді біз қала басшылығымен келісіп, стадионның айналасында Орда Сити деген проект жасаймыз деп алдында бейбіт айтып өтті ғой. Сол жерде академияны да сол жерге, базаны да сол жерге, жаңағы қонақ команда келсе отель, өзіміздің Ордабасы футбол клубының бизнес-центрі, офисі, жаңағы дүкен, кафе, ресторандарына дейін сондай бір ерекше қаланың ішінде футболды қалашық салуға ниетіміз бар, соған ниеттеніп отырмыз. Жанкүйерлерге айтып өтейік онда. Негізі клубтың атын өзгертуді ниеттеніп отырмыз. FC Орда деп, Орда Шымкент болғанын қалаймыз. Себебі болашақта енді біздің мақсат Европада ойнау ғой. Ордабасы деп созып айтпағанша Орда болсын деген ниетіміз. Орда деп қысқартсақ, мысалға шетелден келген азаматтарға да, Европада да оңайырақ естіледі, оңайырақ мағынасы да ешқандай тарихы да өзгермейді деген сенімдеміз. FC Орда Шымкент деген болса деп отырық. Ребрендинг жасап жатырмыз. Формамыз да ауысады, логомыз да ауысады, бұйырса. Оның бәрін жанкүйерлермен жақын арада бөлісеміз. Осы маусымда бар. Осы маусымда, бірақ келесі маусымдан бастаймыз, бірақ осы маусымда Дайындай бастайсыздар. дайындай бастаймыз. Жақсы бір презентация өткіземіз.